Дәрігерлік парақшаның 5 миллион оборотын 30 миллионға дейін көтерген қағидамен бөлісетін мен Кәмшат Жорабекқызы 2 жылдық практик продюсер маманымын. Осы жолды мен алғаш рет гинеколог парақшасында жүргізіп бастадым. Хотя продюсер болып кірсем де, ең алғашқы рет сторис және прорывты мойныма алып, сол бойынша 5 күннің ішінде таргетсіз, жарнамасыз, ешқандай контентсіз тіпті мен 30 миллион оборот жасадым. Дәл осы жерде новичоктар үшін айтып кетейінші, прорыв деген ол біреуді алдау, немесе біреуге пихать ету, өзінде жоқ нәрсені бар етіп сату емес. Ол өзіңдегі бар нәрсені адамдарға қызықтырып, қыздырып тұрып сатуды айтады. Мысалы, блогқа шығып, мынау менің курсым, ал десеңіз сізден келіп ешкім алмайды. Алатын болар біреу, екеу. Бірақ сіз нарыққа шықпайсыз, масштабқа шықпайсыз. Мен прорыв маман ретінде тек қана гинеколог парақшасында емес, логопед парақшасында, диетолог маман парақшасында және нутрициолог, эндокринолог мамандықтарының парақшасына прорыв жаздым. Продюсер емес, тек қана прорыв жазып, плюс сториздарын салып отырдым. Соның ішінде диетолог интим тренердің парақшасының 200 сториз охватын 3 мыңға дейін көтеріп, 60 мың сатылымын мен 2 миллионға дейін 2 айдың ішінде көтердім. Бұның барлығы сторизді және прорывты дұрыс бір-біріне үйлестіріп сала алуының арқасында. Сіз де дәл осындай сторис бен прорывты бірге үйлестіре аласыз. Енді менің 5 миллионнан 30 миллионға дейін жеткізген прорывтың схемасын бөлісейін. Яғни мен ол жерде ең бірінші парақшадағы эксперттілігін және оның өнімін және өзінің адам ретінде өзін сатып прорывте болды. Егер сіз мықты эксперт болсаңыз, өзіңіздің өніміңізге прорыв жасап, мықты презентация жасай алмайтын болсаңыз, уже сізде сатылым өте төмен болады, тіпті мүлдем болмауы мүмкін. Енді екінші бір қағида, прорывтың кезеңдерін дұрыс қолданбау. Мысалы, біреуге сюрприз жасадыңыз, ол сюрпризді келді да, сюрприз ішінде iPhone 15 бар десеңіз қандай болады? Анан ашуға бір желание қалмайды, оны көруге даже, сіз ашып сайтта көреді, ол жерде арасында эмоция болады. Ал егер мысалы сіз сюрпризді әкелесіз, оның ішінде мысалы коробка, оның күшті нәрсе екенін, сол уақытта адамдарда эмоциональный качеля ойнайды. Міне, эмоциональный качеледі ойната алсаңыз адамдарда, уже сіздерде запускте прорывтың өтуіне үлкен мүмкіндік туады. Үшінші бір қағида дожим және триггер. Осы екеуін адамдар дұрыс қолдануды білмейді. Яғни дожим ол адамдарды қысу. Бізде сатылымды басынан бастап, бірінші күннен бастап мықты жасайын дейді де, прорывтың басты уақытында дожим жасап тастайды. И сонымен уже бізде не істейді? Охват құлайды, конечно. Прорыв кезінде охваттың құлауы нормальный емес. Соңында ғана қысамыз. Бастапқы бірінші, екінші, үшінші күні тек қана қызықтырып, қыздырып сату керек болады. Енді триггерді де қыздар дұрыс қолданбайды. Мысалы, соңғы орын дейді да, бірінші күн басталғаннан бастап айтады. Мысалы, ол нәрсе дұрыс емес. Триггердің де өзінің қолданатын орындары бар. Мен 2 жыл бойы қолданып келетқан схеманы, арнайы бір техникаларды құрастырып отырып, бір жоба дайындадым. Ол сатылымға алып келетін стори және прорыв жобасы. Ол жобаларда сіздер үйренетін нәрселер, ең бірінші сторизді 30 минутта құрып үйренесіздер. Яғни сіз 24/7 сторизді салы уақыт кетірмейсіздер, только күніне 30 минутыңызды арнайсыз, сториздарыңызды құрастырып шығасыз. Кейін екіншісі охват және вовлечениені ұстап тұрып, сторизді соңына дейін оқытып, өткізіп жібермейтін формуланы беретін боламын. Үшіншісі, өніміңді сатуға білімсіз алып келетін сторителлинг құруды үйретемін. Негізі сторителлинг пен драматургия дейді ғой, сонымен өте үлкен сатылымдар әкелуге болады. Именно дәрігерлік парақшаларда. Төртінші, сторизді дұрыс салу алгоритмі, сторизді әсемдеу, новичок парақша болса да, өніміңді адамдар сұрайтындай етіп сторис салу техникасын көрсетемін. Жетінші, сюжетті линия желісін қолданып, сториздерді бір-бірімен байланыстыру. Яғни біреулерде бар, көп эксперттерде байқаймын, бірінші сторис пен үшінші сторис мүлдем байланыспайды. Дәл солай бір-бірімен байланысатын, бір-бірімен тіл табысатын сториздерді құрау үшін сюжетті линияны түсінулеріңіз керек. Міне соларды осы программасында, яғни бірінші сторис сабағында түсіндіретін боламын. Ал екінші прорыв. Прорывтың негізгі 9 түрін беремін, қараңыз. Ең бірінші прорывтың құрылымы, қалай сценарийін жазу керек, прорывтегі 5 негізгі қағиданы қолданып отырып, миллиондар жасауға болу техникасын, қымбат өнімге магнит 7 күндік прорывты ұсынамын. Прорывке 15 түрлі сценарийді, яғни дайын сценарий болады, оны сіздер аласыздар да, өз нишаңызға алып қолдана бересіздер. Кейін 2 апталық прорыв, мысалы, жаңа өнім шығаратын кезде ең көп керек нәрсе осы 2 апталық прорыв. Егер осы 2 апталық прорывты қолданатын болсаңыздар, сіздер жаңа өнімді ойланбай сатылымға шығара аласыздар. Кейін прорывтың негізгі кезеңдері жаңа айтып кеткен, дожим және триггерлерді қолдану парақшада болу керек. Негізгі 4 прорыв. Міне осы 4 прорывты қолданбай, сіздерде мүлдем сатылым болу мүмкін емес, қыздар.
кейін шаблонсыз прогрев құру. Негізі көпшілігіміз жаңа мен айттым, 15 сценарий беремін, 7 күндік сценарий, 2 апталық дедім. Енді бұларға салмай да прогрев жазуға болады. Яғни ол шаблонсыз прогрев. Шаблонсыз прогревті қалай жазу керек? Барлығын осы курста меңгеріп шығасыздар. Бұл курста стандарт, жеке, топтық деген тарифтер болады. Ол туралы толық ақпарат алу үшін мына номерге жазыңыздар.